Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздер түнде пойызға отырып, жақсы демалып шықтық. Пойыздың іші біресе салқын болды, біресе ыссы болды, әйтеуір ұйықтап шықтық. Таңертең шайымызды ішіп алып, Қандағаш деген жерге келіп тоқтадық. Ақтөбе облысы. Мына көріп тұрсыздар, қағылың, аяз, аппақ, күн салқын болып тұр, сықырлап тұр. Нағыз қыстың мезгілі. Менің тауықтарым рахаттанып, жылы жерде біздің жақта жылы болып жүр, мына жақта енді салқын. Ондай тауықтарын ойлап тұрмын, жақсы жерде рахаттанып жүр ғой деп қазір. Мен вокзалдың мына жерде 40 минут тұр, сосын біздер жария есігін тазалап жатып жүрміз. Айналада магазиндер, нелер тұр екен. Вокзалын көрмедім, ұзақ жеріп жүрдік. Магазиндер тұр, басқа ештеңе көрген жоқ. Сөйтіп возможность болса түсіріп тұрамын сіздерге. Не қанша? Бес қанша? 650. А кола? Это 500. Горячий там. 2 литрлер қанша? 750. 2 литр сок 750 теңге дейді. Біздер Қандағаштан жүріп кеттік. Қандағаштың погодасы салқын, аяз деп жатсақ, мына жақта вообще боран болып отыр ғой. Кәдімгідей қыс болып отыр. Қыстың күні бізде бұндай қыс болмаған шығар. Мына жақтың қысындай. Алдымызда қандай не, мына Сексеуіл, Қазалы деген жерлер бар. Ол жердің енді погодасы қандай болатынын білмеймін, қазір көреміз. Менің деген көрермендерім бар ғой. Мына неде Сексеуілден, Қазалы деген жерлерден. Қазір сіздің ауылға барып жатырмыз. Бұйырса сіздің ауылда да көреміз погодаларыңыз қандай екен. Менің деген тауықтарым не істеп жатыр екен деп ойлап отырмын. Мынандай погода емес, әйтеуір бізде күн жылы ғой. Ал бізде жылы жерде, вагонның ішінде интернеті бар. Телефон қарап, кино қарап, уақыт өткізіп келе жатырмыз. Жақсымыз, пока күшті. Мұнда деген ана КТЖ-ның өзінің сайты бар екен. Нағыл деген еді? Пути KZ деген сайт бар екен. Соның ішінде өзінің кинолары бар, мультфильмдері бар, балаларға арналған. Соларды қарауға болады. Ішінде Томирис деген бар, тағы білмеймін, әйтеуір 2-3 кино бар іштерінде. Не кино бар екен, ұмытып қалдым аттарын. Мен оны қараған жоқпын, өзімнің телефонымда скачать етіп қалған киноларым бар еді, соны қарап келе жатырмын, пока оған жете қойған жоқпын, просто ішіне кіріп қарадым тек. Мына жақ ашық та, қаш кішкене, манағыдай емес. Кішкене ашықтау екен. Сол вагонның іші жылы, пока жақсымыз, бізбен бірге болыңыздар. Кеш жарық достар, біздер деген Сексеуіл деген жерге келдік. Менің көрермендерім бар ғой, Сексеуілде тұратын. Сіздің ауылдың үстінен өтіп кетіп жатырмыз. Ауылдарыңыздың ауа райы тамаша болып тұр екен. Күн күшті, таза ауа, қар жауып тұр. Біздің ауылда көптен бері қар жоқ, жаңбыр болғасын. Күшті екен, таза ауаға шығып. Мысалы 20 минутта, 20 минутта тұрады екен. Таза ауа жұтып жүрміз. Ендігі Қазалыма сол жерге келетін сияқты бір 8-дерде ма осындайда да? 9-да ма осындайда Қазалыға келетін сияқты. Пока бірдеңелер сатып жатыр ана жерлерде. Ештеңе алмаймыз, тамағымыз әлі жеткілікті. Іште деген жатып ішіп, ішіміз пісіп кетті. Дала күшті екен, соны тамағымызды жұтып. Қазалыға барғасын тағы да түсіреміз Қазалыны. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сексеуіл деген алдында мен қай жерде деп білген жоқ сияқтымын да, Сексеуіл деген қай жерде. Байқамайтын болып тұрмын ғой бұрын. Содан кейін барып, ана ютубта достарым айтқаннан кейін барып Сексеуіл есімде қалып тұр. Бұрын үндемей жүре беретін болып тұрмын ғой, білмейді. Біздер деген Қазалы деген жерге келдік. Қазалының вокзалы үлкен екен вокзалы. Күшті. Күн деген жып-жылы. Жаңбыр жауған. Қазалыда 25 минут тұрады. Таза ауаға шықтық. Қазір мына жерлерден бірдеңе алу керек. Су деген сияқтылар. Іш вагон жанып кетті. Менің Қазалыдағы достарыма сәлем тағы да. Сіздердің қалаларыңыздан өтіп бара жатырмыз. Ауа райы күшті болып тұр екен. Үлкен
қалаларда енді түсіріп жатырмыз енді барынша. Енді түн болды, осыдан кейін шыға алмайтын шығармыз далаға. Менің Қазалыда болған көрермендерім бар, Қазалы қаласында тұратын каспийщиктерім. Соларға да үлкен сәлем. Алдында мен ауылда жүргенде сәлем айтып, сәлем жолдадым. Енді өздеріңіздің қалаларыңызда келіп, сәлем айтып жатырмын сіздерге. Таза ауа жұтып тұрып, Қазалының таза ауасын жұтып тұрмыз. Қанша балық? 2 мың жарым. Біреу 1000 теңге, да? Мынау үлкені ма 1000? 1000 жарым. 1000 жарым. Жабылып қапты, бұестен шыққандай.